16 қаңтар 2026 жыл Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы Парыгин ауылдық округі. Бүгін ауылымызда ауа температурасы төмендеп, қазір сағат 8:30, 48 градус болып тұр. Енді біздің ауылдың жергілікті тұрғындар білет, ауылда 7 ай қыс болатын, сондықтан жаз кезінде қысқа дайындайды отын көмірлерін. Тұрғындардың жағдайы жақсы, отын көмірлері бар. Ауылда тұратын қарттарымыз бар, оларда әлеуметтік көмекшілері бар, олармен хабарда отырмыз. Әкімшіліктен WhatsApp чат құрылды, оның бәрін қарап, ауылдың бәрі тұрғындар кірілді, оның кімге қандай нелер түсіп жатыр, тәулік бойы кезекшілік өткізіп, енді коммунальный службаларда жұмыстарын істеп жатыр. Жолдар бар, аурухана бар, дүкендер істеп тұр енді.